Сәлем, жақсыларым, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Бүгін осындай топ-томалақ сүп-сүйкімді пирожки дайындайтын боламыз. Оған толченый картошка керек. Одан кейін картошканың қайнатылған ыстық суы керек болады. Сол картошканың үстіне суды құямыз. Одан кейін оған тұз себетін боламыз. Осылайынан тұзымызды себеміз де жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Егер де үйлеріңізде блендер болатын болса, блендермен араластырып алғандарыңыз жақсы. Одан кейін үстіне дрожжымызды саламыз. Дрожжымызды салып, бұны 5 минутқа бір шетке қойып қоямыз. Міне 5 минуттан кейін осылайынан дрожжыларыңыз жақсылап осындай пузатик болып көтеріліп шығу керек. Міне осылайдан көтерілген дрожжымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, жақсылап тұрып илеп алатын боламыз. Илеген тесталарыңыз осындай масса болады, бірақ қолға жабысады, қорықпаңыздар. Осының үстіне сливочный майды ерітіп қойсаңыздар болады. Сливочный майды құйғаннан кейін де оны еген қандырып илеп аласыздар, сосын кейін осылай жылы жерге қойып қоясыздар. Менің тестам тұрғанына 10-15 минуттай болды. Міне осындай болып көтерілді, қолға жабысады. Осындай домалақ қып аласыздар оны. Егер де тесталарыңыз осылай қолға жабысатын беретін болса, кішкене қолдарыңызды ұнға малып алсаңыздар болады. Ортасына осындай мен картошка мен сарымсақ мен начинкам ортасын салып, үстін кішкене басып жібересіздер. Менікі дайын болғаннан кейін мен уже тавамды қыздырып, уже пісіре бастадым. Екі жағын қызартып, әдемілеп тұрып, осындай топ-томалақ қып қызартып пісіріп алдым.